Сонымен топтық кезең артта қалды. 16 команда белгілі. Алдымен әр топты бір қорытындылайық. Плей-оффқа өткендерді айта отырамыз. Кеттік. Эй, тоба! Топтан шыққандар. Наполи мен Ливерпуль. Мен Назарбаевтың баласымын. Топ 5 лигада жеңілмеген тек ПСЖ ғана қалды. Наполи кеше сүрінді. Ливерпульден 15 жеңіс 2 тең ойын сериясы тоқтады. Тоқташ, не қаттан жүрсің сен? Клоп қызылдар тізгініндегі 400-ші матчын өткізді. Елшідағы 100-ші матчы. Шәкірттері жеңіс сыйлады. Бірақ топтан біріншімен шыққан Наполи еленгендер тізімінде. Клопты айтамын да, Сити мен Наполи жеңіп, Форест пен Лидске жеңіледі. Түсінбейсің. Сложно. Непонятно. Аякс Еуропа лигасында. Ал Рейнджерс елшінің топтық кезеңінде өз қақпасына 22 гол өткізіп алды. Соңғы 62 жылдағы шотландиялық клубтардың Еурокубоктердегі ең сәтсіз көрсеткіші. Ван Бронхерст командасы жарысты аяқтады. Қош, сау бол деді. Би тобы. Басты сенсация Атлетико. Елшіде алғаш рет олар топта соңғы орын алды. Не дейді? Порту плей-оффта. Олар еленгендер тізімінде. Брюге екінші орынмен шықты. Ливеркузенмен тең ойнады кеше. Симон Миньоли биыл елшідағы 6 матчта 5 құрғақ ойын өткізді. Браво! Қысқасы Байер Еуропа лигасында. Дымсыз қалған матрасшылар. Си тобы. Бавария елшіда топтық кезеңдегі барлық ойынды жеңіспен 3 рет аяқтаған тұңғыш команда. Но Бавария это сила. Байерн алғаш рет Альянс аренада Интерді жеңді. Чудомотинг. Чупомотинг. Бавария үшін барлық матчтарда 6 ойын қатардан гол соғып келеді. Ал сіздер Холланд дейсіздер. Олар 13 матч қатарынан топтық кезең ойынын жеңіп отыр. Ал жалпы группа раундында 34 кездесу бойы жеңілмей келеді. Вы вот уже тут 2 недели как? Так точно. Хави Элджида 8 ойында 2 рет жеңді. Қос жеңісте Виктория қарсы ойында. Неплохо. Бавария бірінші орынмен, Интер екінші орынмен шықты плей-оффқа. Барселона Еуропа лигасында. Виктория Еурокубокта аяқтады. Мен Назарбаевтың двойнигімін. Ең интригалы группа Ди тобы. Қысқасы топтағы жағдай кеше былай болды. Матч барысы 39 минут, 45 минут, 54-те, 62-де, 73 минутта қорытынды. Соңғы минутта гол соғу корольдері Тоттенхэм. Бұл жолы да сөйтті. Олар Марсельді жеңіп плей-оффта еленгендер қатарында. Спортингке сырт алаңда 2 гол тыққан Айнтрахт елшіда өз тарихында алғаш рет плей-оффқа шығып отыр. Спортинг Еуропа лигасында. Ал Марсель өкінішке орай жорықта аяқтады. Санчес кездескенше. Е тобы. Екі фаворит бұл топта қатты қинала қоймады. Челси мен Милан плей-оффта. Зейнеткерлер бірінші орынмен, Россенери екімен. Оливье Жиру Зальцбургке қарсы ойында соғылған барлық голға қатысты. Есеп ашып 3 ассист жасады. 36 жыл 33 күн жас мөлшерінде. Шал деметек. Менің алдыма келген шалға айтқан ба сонда? Поттер. Ди Маттео заманнан бері Элчидағы алғашқы 5 ойында жеңілмеген Челсидің бірінші бапкері. Италиялық сол жылы турнир жеңген. Қысқасы, Зальцбург Еуропа лигасында. Загреб жарысты аяқтады. F тобы. Реал Селтикті сезбеді. 5-1. Анчелотти Элчидағы 103-ші жеңісіне қол жеткізіп турнир рекордын бұзды. Сэр Алекс Фергюсон енді артта. 102 жеңісімен. Бір темекші қаласында. Нефтем. Родриго әйгілі Азулы Роналдо секілді Элчида Реал үшін 13 гол соқты. Бензема алғаш рет өз мансабында Элчи топтық кезеңде гол соқпады. 37 жастағы Модрич пенальтиден гол соққан Элчидағы ең егде ойыншыдан. Айтар дүние осы матчтағы. Лейпциг Шахтарды талқандаса да плей-оффқа еленбегендер статусында аттанды. Донецкліктер Еуропа лигасында. Селтик, давай, до свидания. Кто такой, давай, до свидания. G тобы. Ман Сити, жеке дара көшбасшы. Севильян жеңді соңғы турда. 17 жыл 346 күн жас мөлшерінде. Рико Льюис Элчидағы дебюттік ойында гол соққан тарихтағы ең жас ойыншы атан. 18 жасына дейін тек 2 ғана ағылшын футболшылары Элчида гол соққан. Алғашқысы Беллингхэм. Копенгагенге қарсы сырт алаңда тең тарқасқан Дортмунд плей-оффқа екінші орынмен аттанды. Игра была равна, играли 2. Севилья кезекті рет сүйікті турнирінде. Даниялықтар үшін Еурокубок аяқталды. H тобы. Көпшілік түсінбеуі мүмкін. Бенфика мен ПСЖ ұпайлары группада тең болды. Гол айырмашылығы жағында да тең. Ендеше қалай Бенфика бірінші орынмен шықты? Деп. Ендеше жауап берейік. Екі командада топта 4 рет жеңіп, 2 рет тең ойнаған қарсыластарымен. Екеуі де 16 гол соғып, 7 гол өткізіп алды. Не деген сәйкестік десеңші? Ереже бойынша, егер барлығы тең болған жағдайда сырт алаңдағы гол айырмашылығына қарайды. Бенфика 9 гол соққан сырт алаңда, ПСЖ 6. Екеуі де 3 гол өткізген. Осы себепті Бенфика плей-оффқа бірінші орынмен шықты. Ювентусты жеңді PSG. Мбаппені тоқтату қиын болды Юве ойыншыларына. Кезінде оны тіпті Шакираның экспайы да тоқтатылмаған. Оны тоқтата алатын тек бір нәрсе ғана бар. Ол ақша.
десең. Gucci flip flop, suck a nigga dick through his sock. Кеза ұзақ жарақатынан соң қайта оралды. Бонуччи Элчіда араға 6 жыл салып гол соқты. Ювентус Элчі тобындағы 6 матчтың 5-еуінде жеңілді. Клуб тарихындағы ең сәтсіз нәтиже. Кішкентай нәрседе күмәнданба. Бенфика Маккабиді сырт алаңда 6-1 ойсыратты. Бүркіттер осы маусымда барлық турнирлерде 19 жеңіс, 3 тең ойын, 0 жеңіліс. Мына қайтеді шешуін. Сонымен плей-оффта еленгендер Сити, Порту, Наполи, Реал, Байерн, Тоттенхэм, Челси және Бенфика. Ал қарсыластары Ливерпуль, Брюгге, Айнтрахт, Милан, Интер, Дортмунд, Лейпциг және PSG. Жеребе қарашаның 7-сінде өтеді. Болжамдарың жазыңдар. Кім кімге түседі? Қашан жазып бітеді екен өз? АПЛ мен Бундеслигадан 4 клубтан жолдама алды. А сериясынан 3 команда. Ла Лига мен Лига 1-ден жалғыз ұжымдар. Кімнің финалға шығу мүмкіндігі зор? Жаза кет. Маусымның ортасында да жақындап қалдық қой. Демек бір пікір шығаруға болады. Чемпиондар лигасының топтық кезеңін осылай аяқтадық, достар. Барлық турларға шолу жасадық. Ендеше еңбекті бағалап, лайк басып, коммент қалдыр. Міндетті түрде. Плей-оффта жүздескенше. Сау. Немен подписчик басыңыздар. Одан кейін ана плюсты тағып. Катарда өтетін әлем чемпионатында алкоголь сусындарды тұтынуға тыйым салынған. Мұны естіген бүкіл әлем даурығып жатыр, шулап жатыр. Бірақ қазақтар емес. Себебі түсіндің бе? Кел бері қолыңды созмаған еңбектен тербеле билесін өзгелер бұл битпен сөз берем ақталат маңдай терлеткен еңбектеп Кел бері қолыңды созмаған еңбектен тербеле билесін өзгелер бұл битпен сөз берем